Сәлеметсіз, әкеңіз көмектесейін. Айналайын, өзің көп кішкентай бала екенсің, белің ауырып қалмай ма? Жоқ, әже ауырмайды. Көмектесейін әкеңіз. Мейлі, онда жарайды. Онда мен алыста тұрамын ғой. Сен жолыңнан қалмайсың ба? Жоқ, ешін кетпейді. Атам айтатын, үлкен кісілерге көмектесіп. Мен атамның айтқанын тыңдау керек. Жақсы, жарайды, айналайын. Үлкенің өссін. Үлкен азамат болып өсе бер. Осы машинаға мінсем болды ше. Жүрегім айниды. Неге? Басым ауырады, неге екенін білмеймін. Онда машинаны ауыстырайық. Ауыстырсаң ауыстыршы осы машинаны ше. Или әйелді ауыстырайық. Машинаға сәйкес келмейтін әйелді не істейміз? Не деді? Бұдан былай әйел таңдаған кезде машинаға отырғызам. Несі ұнай ма? Басың ауырмай ма? Жүрегің айнымай ма деймін. Айниды десе алмаймыз. Жоқ, айнымайды десе соны таңлаймын. Тоқташ. Неге? Тоқта деймін. Бақыт дейін. Қайда барасың Бақыт? Тоқташ Бақыт. Қалжыңдадым ғой Бақыт, жарайды. Қош дейін. Бақыт. Осы дайыңды қош дег бір Бақыт деп. Бақыт кешесіз жарайды, бол. Бақыт дейді саған, Балам, ассаламалейкум. Алейкум ассалам. Қала, келін бала ренжісі бағасына келін баланы. Келініңіз шығап сауатқан ғой. Онда Бақыт келесіңдер ғой, я? Бақыт, Бақыт. Сындай жаман. Ден еркелеп жіберген. Мұнан жебаш. Бұл май емес. Май емес болса, не бұл? Құйрық май. Ол да май ғой. Ол да май, бірақ жүрекке тимейтін май. Өткенде айтқансыз, сөз майды да жүрекке тимейді деп. Оның алдында, іш майды да жүрекке тимейді дегенсіз. Фейсбукқа жазып қойып таба. Балаға анан же, мынан же деп аузына әр нәрсені тықпалай бермеу керек. Бала өзінің ағзасына керегін таңдап жейді дейді. Қойшы сол Фейсбугыңда. Бұларға сасың ана сникерстен басқан жеуші мед? Ана Мырзаханды осы құйрық маймен ақ өсірдік қой. Бәсе не ақ сонша не то дейм? Бақыт. Бақыт. Мұналарға не болды? Айттым ғой жаңа, не то деп. Апанан қараңыз. Не болды? Сол қолымен жеп жатыр. Сіз тамақ бастар алдында бисмилля деп айттыңыз ба? Білмеймін. Сіз бисмилляны айтпай тамақ жегенде не болатынын білесіз бе? Не болады деген? Онда тамақты шайтан аралап кетеді. Құран үйірмесінде Құспан ата айтты. Баяғыда семіз шайтан мен арық шайтан кездесіпті. Сонда арық шайтан семіз шайтаннан сен неге семізсің деп сұрапты. Өзім айтайыншы? Айта ғой. Сонда семіз шайтан айтты. Мен бисмилляны айтпай тамақ жеген адаммен қосылып тамақ жеймін депті. Сондықтан мен семізбін деген. Дұрыс айтады. Сондықтан тамақты бисмилля деп оң қолмен жеу керек. Бисмилля. Ризасың ба? Иә. Тамақ жегізбедің ғой адамға? Өтті ғой, өмір өтті ғой. Өтінем сенен кекті ғой. Қосылмас релістердің де қосылар шағы жетті ғой. Сен мені үйтіп Мұқағалимен алдамай-ақ қой. Онан алатын әйеліңе барып оқып берші. Қойшы енді болды. Қалжыңдадым дедім ғой. Қайтып алдым сөзімді, болды. Қайтып алдым. Айтылған сөз, атылған оқ. Вообще-то, ол кезде менің сөзімде оқ болмаған. Мен қаластой атқам. Мырзахан, сен білесің ба? Сен маған үйленгелі өлең арнамай қойдың ғой? Енді ақын болмасам қайдан арнайым саған өлең? Ақын емеспін, жаза алмаймын. Ол үшін ақын болып туылу керек. Үйленген соң өлең жазамай қалдың ғой, ә? Қыз кезімде Қаратаудың бөктерінде туыпсың. Қаратаудың бұлағындай тұнықсың деп өлеңдетіп қат жазатының қайда?
Қайдағы еске түсіресің сені? Ұмытпайсың не? Бұл Тұман Маймолда Ғалиевтің өлеңі ғой. Не? Иә. Астында Мырзахан деп жазылып тұратын еді ғой? Көшірген Мырзахан. Ол кезде өзгерді. Ой, жібере беретінбіз. Қаратау емес, Алатау нұсқасы негізі. Ал анам ше? Қайсы? Сен қайда жүрсің? Мен осынша сағындырып, жүрегімді лаулатып, жалын қылып деген ше. Бұл енді Өзімдікі ма? енді өзім десем ұят болады. Фариза Оңғарсынованыкі. Енді қайда мен жасамасам. Болды, қоша енді сені бір атам заманды еске алмай. Сонда сен мен 15 жыл бойы алдап келгенсің ба? Жоқ, 15 жылдап болмай жен. 15 жылдан бері бұл туралы әңгіме де болған жоқ қой. Біле білсең бар ғой? Мен саған осы өлеңдерің үшін ғашық болғам. Сол үшін сені ұнатқам. Енді бар да осы өтірік өлеңдеріңді ана алатын әйеліңе бар оқып бер. Біз ертең соңғы қоңырауға дайындалуға барамыз. Әйгерім апайдың үйіне. Кімнің? Әйгерім апайдың. Әйгерім апайдың үйіне? Дұрыс. Соңғы қоңырау дейтін ойнайтын нәрсе емес ол. Жақсылап дайындалу керек оған. Мен сендерге өзім көмектесем, жарай ма? Немен көмектесесіз? Енді мысалы өзім дайындыққа апарам, дайындық кезінде күтіп отырам, біткеннен кейін алып қайтам деген дейді. Біз өзіміз барып қайта аламыз ғой. Арман, мен сен біреудің үйіне жалғыз өзім жібере алмаймын. Мен уайымдаймын, түсінесің бе? Өзім бірге барам, өзім бірге қайтам. Уайымдайтын ол біреу емес, Әйгерім апай ғой. Мен саған не айтып отырмын? Өзім бірге барам, бірге қайтам, түсіндің ба? Болды. Қашан барасыңдар? Ертең кешке. Ай қарайды күні, қиясынан құлап едің ай, кеудемде бір үміт, оянғанда тұра бердің ай, арманым. Неге кеш жолықтың маған арманым, балдырымның асқақ әнін саған арнадым. Так. Келсе де салқын қара күз, алыстамасын арамыз. Келсе де салқын қара күз, алыстамасын арамыз. Жақсы? Айтпайтын жоқ. Айтпақсайды қадағаттағы білесің ба? Алпан екенсі бар ғой. Ешші, Мадияр, мына жер тыңдашып, жаман тықылдап жүрсе барым. Жаңа байқадым, мен жақта СТО-ға барам, тоқтап, өшерге келем, сағыр. О, қалайсың, жақсы ба? Қаяқ жүрсіңдер, мынау мағайсың. Бір сағат болды ғой? Анерге жолдың бойында болған кіріп шығу керек болды да, бір-екі жерге кешіп қалдық. Бәсе машиналарың тұр. Былай ғой. Әшейінде әдеби кітаптарды оқисыңдар. Сен көркемдеп сөйлегенді өлтіресің. Ой, тілі 2 метр ғой. 2 метр ғой. Менше өлең жазып еме. Қандай? О, сен ба? Иә, тексеріп бересіңдер ма? Базар жоға. Өзің жаздың ба? Өзім жаздым. Көрейік. Көрейік, давай. Күлмеңдер. Сәбит күлме. Күлмеймін. Мазақтамаңыз. Күлмейді, Сәбит күлмейді болды. Бақыт арнағам ғой. Келсе де салқын қара күз, алыстамасын арамыз. Жанымыз әрқашанда бірге бүршік жарамыз. Мынау тақпақ қой. Өзіңмен өтсін күндерім, өзіңмен өтсін түндерім. Мен өзіңмен біргемін. Мынау өлең емес қой. Сен негізі жалпы олар өлең деген қандай болу керек екенін білесің бе өзі? Өлең деген әншілер айтатынша астында мелодиясы бар. Ой-е деген сияқты. Ой, оны өлең демейді, оны ән дейді. Не болып кетті өзі сонда? Әндерін қоя тұрыңдар сен мынау. Қалай өзі? Енді болады енді былай, жақсы болады. Жоқтан бар, жақсы негізі. Мұқағали Тұманбайларға әрине жетпейді, бірақ былайша жақсы, иә? Негізі жақсысына жақсы. Жақсы ғой, иә? Негізі жақсысына жақсы да, бірақ Ержан Серікбаев көкеміз алдын бұл сөздер жазып кетпегенде тым жақсы болар еді.
Қалай сонда? Анауша, мейлі болса да алыс арамыз, біз бірге боламыз дегенше. Бар екен ғой, бұндай әне. Бәсен, неғып зырылдат жасып садын деп қоям. Тура осы ән келді құдағыда. Мырзаға серіп қойып болды. Сен тағы бар, жарамазан сөздерін жазып кесе бар тағы. Жазам осыдан қарап тұрындар. Мазақ қағын бірінші орында жазып келем ке. Оны екенде Мырзаханы, ана май табуғында бар өлеңнің бәрін жазып келе бермеші. Өшіріп қой, өзің жаш. Негізі бар ғой Нұрбол, мына шынымен бір көріш. Тоқ жаман андай клиенттерден жаман ұят болып жатыр ше. Кім ренжітті десем, мен демеші. Мен демеші деген ренжімеші. Кім ренжітті десем, мен демеші. Күледі ғой, құбер, кештік келді. Так. Күн демеші десем ше. Ренжімеші. Мына меген кеш болса түн демеші. Кеш болса түн дем. Қайт түн демейді, кеш деген түн болады. Жоқ. Мұтай. Не ұйқас болды. Талғашым шық қона ма? Танысы басақ бола ма? Болмайды. Қайтем не? Қойшы ақын емеспін ғой, мен өлім ба? Ақын ба? Гүл апарып берейін бе? Бетіңе салып қалар. Қош, дәл өлең жазбады деп ажырасып кетпеспіз. Ренжімеш, маған қарап күлімдеші деген. Мына жерін арман еу. Не уақытты жіберген бұл? Бұдан жақсырақ туатын шығар деп ойлаған шығарым. Сорлы ақын. Қой, тұрсын. Ренжімеші, маған қарап күлімдеші. Canım, mынау саған сыйлық
Мен атымдан. Өзіңе? Сыйлық дейді ғой. Керек емес сыйлығын. Жан деп қояды. Жоқ, апа, мынауыңыз болмайды. Тым арзан. Сәлеметсіз бе? Келіңіз. Қандайыңыз дедіңіз? Мына біреуді көрсетші. Жарайды, қазір. Мінекейіңіз. Әдемі екен, мынау? Иә. Қанша тұрады? 50 мың. Қанша? 50 мың? Неге сонша таң алып тұрсыз? Бұл ең арзаны ғой. Негіз қарындас, сіздерде үш жерде қарызға зат береді деп еді. Біз тек осы ауылдың адамдарына ғана береміз. Мен де осы ауылда тұрамын ғой. Мектепте жұмыс жасаймын ғой. Кім болып жасайсыз? Кім болып жасағанда жарайды, бермесеңіз бермей-ақ қойыңызшы. Бірден айтпайсыз, біз бермеймін деп. Осы ауылдың адамдарын түсінбейсің бар ғой. Сауданы білмейді, маркетинг білмейді. Не болды? Бір клиенттен айырылдыңыз да қалдыңыз. Балалар, бүгін бақылау жұмысын жазамыз. Алдарыңдағы сұрақтарға өз сөздерімен жауап нұсқасын жазыңдар. Бәрін түсіндіңдер ме? Иә. Апай, мен бақылауын жазып болдым. Бар апа, отыра. Сыйлыққа не алсақ болады екен, сіздерден? Көріңіз, кімге іздедіңіз? Мұғалім бір ғашығым бар еді. Анау кітапта беріш? Бұл блокнот. Блокнот па? Жоқ, бұны емес, ананы беріш? Жоқ, бұны емес, ананы беріш? Мама? Жоқ, бұл емес қой. Ана қараны берсеңіз. Жаңағы бір осыны сұрап тұрмын. Қалай ойлайсыз бұл? Тым детский емес бұны? Тым детский. Детский, Бірақ мұғалім адамдарға керек заттар ғой? Әрине керек заттар. Өздерінде де толып жатқан шығар, бірақ бұнда заттар. Толып жатқан шығар. Бастысы көңіл емес пе бірақ? Әрине көңіл. Орамал тон болмайды, жол болады деген дұрыс па? Иә. Әлде орамал аласам беген, Ала салыңыз. Болмайды, бірақ ол серьезный намек болып кетеді да. Бастысы көңіл ғой бірақ. Дұрыс па? Иә.
Сен менің бақытымсың. Қобдишаның кілті үйдегі жол сөмкенің ішінде. Мырзаханның бақытының коды бақытта, ал сумканың коды Мырзаханда. Бас көңіл ғой. Kodba 75-80. Ау қызғыш айтып айтпай не керек, құсалықпен өтті ғой, маған беттің көп күн. Ау қызғыш айтып айтпай не керек, құсалықпен өтті ғой, маған беттің көп күн. Қаршығаға күн батқанда ұйықтауға болмайды, және етпеттеп жатуға болмайды. Не дейсің? Етпеттеп жатуға болмайды деймін. Енді қалай жату керек? Бұрын атам айтушы еді, қырыңмен жат деп. Етпеттеп жатсаң не ала деген? Білмеймін, ішек қарның мыжылама, сондай ғой. Саған. Ішек қарыңды қайдам, сыйлық точно мыжыла деген. Не болды мынау? Қашаншасыңдар Айгерім апайың? Қашығым. Үйде басқа сникерс бар ма? Жоқ. Ананы да қайталай салайын. Ау қызғыш құс, қанаттың қаттан мойның мұз. Сатайда айырылып, жалғыздықпен болдым дос. Бас көңіл. Апайларыңды ренжітпей, айтқан тыңдаңдар, жарай ма? Сәлеметсіз апай. Сәлематсыңдар ма, келдіңдер ма? Жарайсыңдар. Іште топтың балалары күтіп отыр, кіре қойыңдар. Ой, Қаршығағай,
Саламатсыз ба? Қалыңыз қалай? Сәлеметсіз бе, Әйгерім апай? Өзіңіз қалайсыз? Жақсы, рахмет. Дайындық шамамен бір сағаттай болады. Сіз мұнда тұрып әуре болмаңыз. Балаларды мен үйіне өзім апарып саламын. Жарайды, келе салам ғой. Негіз қолым болса, осы жерде күте берсем де болады жар. Әуре болмаңыз. Уайымдамаңыз да. Мен өзім апарып саламын. Жақсы, сау болыңыз. Жарайды. Бәдәу қалайсың? Қазбек, досым қалайсың, жақсың ба? Шүкір өзің. Не істедіңдер кеше? Қайтып кеттік қой футболдан кейін. Өздері. Қодардың беташарына бардыңдар ма? Бардық қой, сонымен қайтып кеттік. Мынау? Кім ол? Сенімен жүрген жоқ па? Жоқ, танымаймын. Бергеш бер. Кімсіне? Ассалаумағалейкум. Сен кімсің? Қаршыған? Сен қаршыға болсаң мен бүркітпін. Онда ұшыр жіберек та мұндан. Не істеп жүрсің мұнда? Не істегенде ата-анамын ғой, дайындыққа алып кеттім. Ата-ана болсаң дұрыс екен. Былай мына үйге жігіт болып қызға қырындап келіп жүрме. Аяғын тындырам. Ата-анам дейді. Түсіндің ба? Әңгіме жоқ. Ауылға келген қонақ қой. Енді көрмеуші болайын. Бәле болады өрден кеттік. Бүркіт болсаң өзіңе бүркіт шығарсың. Мен үшін торғайсың. Бүркітін де қояды. Құда бала. Ассалаумағалейкум Есін аға. Қалайсың? Ағаңмен амандас. Аға, қалай әсет? Түнделетіп тұрыпсың? Арманды апайын үйіне дайындыққа қойым. Баяғыда түнде тұрған адамда темекісінің шоғынан танушық, қазір соткасының тоғынан танитын болдық қой. Дамыған заман десейші, Айтпаңыз көке. Бұрын жігіттер бұрыш-бұрышта темек тартып отырып, өткен-кеткенге тиісіп мазасын алушы еді. Қазір интернеттің бұрыш-бұрышында отырып алып, өткен-кеткенді өсектеп, жамандап, қырғын шығаратын болды жастар. Оны енді заманның дамыған деп айта алмаймын. Ай, мынау жақсылық пен жамандық қатар шауып баратқан мына заманда заман тозып бара жатыр десең, дамып бара жатыр. Заман дамып бара жатыр десең, тозып бара жатыр. Әйтеуір түсінбейсің ғой. Жақсы Есін аға. Шаршап тұрсыз ғой? Жоқ, шаршап тұрған жоқпыз, шаршап тұрған жоқпыз. Айта бер әңгімеңді, айта бер. Мына әсет баламды тұлпарға апарып қыдыртып келе жатырмын. Олай қыдырды, бұлай қыдырды, айта бер. Әсет? Басын салбырып, қыдырған балаға ұқсамайсың сен. Не болды? Көңілді, көңілді. Атам мен каруселге мінгізбеді. Неге? Қой өйтіп айтпа. Ол биік. Басың айналады одан. Ата, басым айналмайды мен. Сенің басың айналмаса, менің басым айналады. Сіз мінбей қойыңыз, өзім мінетінем. Сенің қасында болмасам болмайды ғой. Жарайды. Әсет, уайымдама. Бір рет келген кезде өзім апарып тұлпарға, каруселге мінгізем. Рас па? Рас, қаршы қалдамайды. Сен былай істеші. Мен қазір ана бір қызбен кездесейін деп отырмын да. Атаң жай алып кетші. Өзім апарам. Ата. Ау? Не, қарным ашты. Жүрмішші үйге. Жаңа ғана шашылыққа той қызбедім ғой сені. Ата, шөлдедім. Соқшы, ішкен соғын қайда кетті. Ағаңмен шамалы әңгімесейік. Ата, ұйқым келді. Есін аға, шаршап тұрсыз ғой. Барып жат демалсаңшы, балантта қинамай. Жүр. Демалыңыз. Шаршадың деме. Шаршатпаңдар десейші. Жоқ. Кеттік қой. Әсет. Ай нұры арайлы айдынға тарайды, сүйіктің келеме япырмау. Айдын гүл сен айтшы. Ендігі қой кезекті өзім ағам дедім. Оларға бермеймін болды. Тыңдашы. Мынау құс болып жүр мына жақта. Кім? Жүрші жүрейік. Қалай, өлең ұнады ма? Рахмет. Айтпақ есімде шығып баратыр екен ғой. Мынау саған.
Бұл не үшін? Енді көңіл ғой. Керемет сыйлық. Детский сыйлық. Жақсы. Жарайды, Айгер. Кеш болып кетті. Кездесеміз ғой. Айдын гүл сен айтшы, самал жел сен айтшы. Не айтты ол? Жарыма құс болып ұшайын. Ал үш құс болып. Мен ескерттім сізге, қыз бен жігіт жеке қалуға болмайды деп. Жеке қалса үшінші шайтан болады деп. Не ескерттің сен? Сен үшін шайтан болады дедің ғой, шайтанның орнына басқа бір жігіт келді ғой. Здоровый толк. Кеше мен айтқандай, бисмилланы айтпай тамақ жегендердің тамағын жеп семірген шайтан шығар онда. Немене дейді? Кеше мен айтқандай, бисмилланы айтпай тамақ жегендердің тамағын жеп семірген шайтан шығар онда. Қойшы қайдағын айтпай. Біз бүгін Әйгерім апайдың үйіне дайындалуға барамыз. Барасыз ба? Сабағынан кешкесін кетші бар әрі. Не болып мұ? Қайып жүрем енді. Айбай. Очки де жоқ қой. Сен ба, бақыт? Не, басқа елің бар ма еді не? Сен ба деп. Жоқ, ей. Барымда, бақытымда өзіңсің, айналайын, бақытым. Рас па? Сенің мына сыйлығыңа қарап, сенуге болады. Бір сникерс алып шуба алғандай қуанып қалдым ғой. Қойш. Кеше кісі болып отырып, ұнатпай. Көкінеға тастап кетіпсің тағы. Енді бірден сына салуға болмайды ғой. Бірақ мына сыйлықты шын ниетіңмен бергенін көріп, жібіп қалдым. Ұрсып, бірлянт бергенше, күліп, күміс сыйла деген мақал шығардың. Мұнауың сенің күшті не ғой? Мақал ғой. Онда мен саған коробка шоколад, мейірім мен марыс, бағалап бауынды, аялап әлбені сыйлайын да күндігі. Сыйла? Егер ері әйелінің аузына өз қолымен тамақ салса, барлық күнәлар кешіріледі екен. Ой, ол әкеш онда мен саған жақсылап. Қолымды жоқ. Қолым таза. Не тапсырыс бересіз? Жұмыртқа қуырылған және қайнатылған. Каша, әлде кешегі тамақты жылтайын ба? Кашаңды жемейм. Кешегі тамақ жылтып бере сал. Кешегі тамақ. Кешегі тамақ. Кешегі тамақ дедік, оны ішкен жоқпыз. Алдыңғы тамақ қой сол, соны бер. Сен бақыт шынымен осы бір снекерске бола сонша қуанып атсың ба? Әрине жаным. Мәселе бір снекерсте емес, көңілде. Онда бірдеңе айтсам ренжімейсің ба? Жоқ, ренжімейм. Сен мені бір-екі ай ренжімейтіндей қылып тастадың ғой. Онда сөзіңді тұр. Мен жаңа саған снекерс беретін кезде ішіне $100 саған. Енді снекерсін өзің жей бер, $100 қайтып алсам бола ма? Жоқ, болмайды. Неге? Маған берсең, ішіндегісін мен бер. Сен жаңа снекерс болса болды, маған іштеңенің керек жоқ деп атыр едің ғой. Айтылған сөз атылған оқ. Жоқ, мен жаңа холостой атқам. Негізі. Ай, бақыт ай. Жарайды ма? Негізгі сыйлық осының ішінде. Ne canım? Hey, қайда? Қой ештеңе. Мүмкін емес.
Қақшы. Өлең болу керек еді ішінде. $100 бөлек. Өлең? Иә? Кімнен ұрланған өлең ол? Өзім жазған өлең саған. Қалайша мынау? Мүмкін емес мынау. Басқасына кіріспе де. Осы ғой. Қой, алдамай-ақ қой мені, ма. Бәсе, бұл қайдан маған $100 сыйлап қалды деп ем? Өтірікші. Мынау. Қалай сонда мынау? Қайда кетті? Өлең бар еді мынаның ішінде. Өлең бар еді. Қайдағы өлең? Сол әркімнен ұрлап алған өлеңің ба? Өзім жазған өлең. Жазып сабек қой мынаның ішінде. Өзім жазған өлең? Иә. Сен өзің өлең жаза алмаймын мен деп едің ғой өткенде. Жаздық қой енді. Шын жыласа соқырдан жас шығады деп. Қиналып өлең шықты. Әттең өкінішті. Бұл қалай болды онда мынау я? Қайда жүрсіңдер? Қайда жүрсіңдер? Немене кешігіп жүрсіңдер? Қоңырауын болғанда 2 минут болды ғой. Айттым мен саған түнде ерте жат деп. Әкел бер. Мектепке тамақпен кіруге болмайды. Кет бар сабағыңа. Балалар, кеше біздің мектепке бір әже телефон шалып алғысын айтты. Ол кісіге біздің сыныптың бір оқушысы жәрдем еткен екен. Меніңше біздің сыныптың барлық балалары тәртіпті, тәрбиелі, үлкендерге көмектескіш және тіл алғыш. Солай ғой балалар? Бәрекелді. Ал біздің әжеге көмектескен ол өзіміздің Арман. Жарайсың Арман. Арманға барлығымыз бірге қол соғып қояйықшы. Балалар, бүгіннен бастап бұдан кейін кім үлкен кісілерге көмектесіп, жақсылық жасап, осылай ерлік жасайтын болса, мен шоколад беремін. Ал біздің бүгінгі шоколадымыз Арманға. Арман, жарайсың. Рахмет, апай. Балалар, сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. Бәріміз бірге 83-ші бетті ашайық. Шоколадыны бөліп берсей. Қош. Ал жұмыс кешке дейін асық ойнап тайғанмын деп мәз-мейрам болды. Енді ең қиын сөз қайсысы? Тайға мініп. Тайға мініп? Жоқ, Әсет, олай емес. Ойланшы. Жайлаудағы күннің. Міне дұрыс. Енді үйде осының бәрін қайталап, ертеңгі ашық сабаққа дайындалып кел, жарай ма? Сау болыңыз. Сау бол, еш нәрсеңді ұмытпай алып шық. Анашым, маған Айгерім апай сникерс берді. Осыны сіз жеңізші? Өзің жей бер. Өздеріңіз айтатын едіңіздер ғой, тісің ауырады деп. Оның үстіне сізге сникерс ұнайды. Құлыным ау. Сол. Ендеше екеуміз бөліп жейік осыны, е? Міне, келесі қандай сабақ саған? Болды, бітті. Бітті ма? Қайта бер онда үйге. Жарай ма? Тіке үйге қайт. Сәлем хат. Бақыт, бақыт, бақыт. Екеумізде болсын бақыт. Тек сыйласып жүрейікші жанұя деген қымбат жақұт. Барға шүкір, жоққа қанағат. Осы біздің ең бақытты уақыт. Мырзахан Абдразақұлы. Ай, Мырзахан.